Комбинаторика – заттарды әртүрлі тәсілмен таңдау, орналастыру, санау жолдарын зерттейтін математика бөлімі. Комбинаторикалық есеп – бірнеше заттан неше түрлі нұсқа жасауға болатынын табу туралы есеп. Комбинаторикада барлық мүмкін нұсқалар дегеніміз берілген шарт бойынша шығатын барлық варианттар. Ал таңдау дегеніміз бірнеше заттың ішінен біреуін немесе бірнешеуін алу. Олай болса, мысал келтірейік. Берілгені: Аружанда екі түрлі кофта бар, ақ және сары түсті. Екі түсті юбка бар, қара және көк түсте. Сұрақ: Аружан кофта мен юбкадан неше түрлі комбинация жасай алады? Шешуі: ақ кофта және көк юбка, ақ кофта және қара юбка, сары кофта және көк юбка, сары кофта және қара юбка. Жауабы: барлығы 4 комбинация жасай алады.